Мемлекет қаржысын игеруде білім және ғылым, мәдениет пен спорт, сондай-ақ ауыл шаруашылығы министрліктері өрескел кемшіліктерге жол берген. Бүгін есеп комитеті өткен жылға республикалық бюджеттің орындалуына қатысты деректерді жариялады. Баспасөз мәслихатынан Зайнор Байжігіттің репортажы. Есеп комитеті біраз былықтың бетін ашты. Тексеру жүргізген комиссияның мәліметінше 3 министрлік бойынша қаржылық заң бұзушылықтар өте көп анықталған. Бұл қара тізімді білім министрлігі бастап тұр. Ғылымға жауапты ведомствода 39,5 миллиард теңге босқа ысырап болған. Мәдениет және спорт министрлігінде 13 миллиард теңге мақсатына жұмсалмай қалған. Ал ауыл шаруашылығы ведомствосында 12 миллиард теңге тістегеннің аузында, ұстағанның қолында кетіпті. Сондай-ақ Маңғыстау, Шығыс Қазақстан және Батыс Қазақстан облыстарында миллиардтар дұрыс игерілмеген. Соның кесірінен жоспарланған жобалар жүзеге аспай, сол күйі аяқсыз қалған. Есеп комитетінің басшысы Қозы-Көрпеш Жаңбыршының айтуынша, қаржылық заң бұзушылықтар шенеуніктердің бағдарлама шығынын дұрыс жоспарлай алмауының кесірінен болып тұрады. Жалпы айтқанда есепті кезеңде есеп комитеті 29 бақылау іс-шарасын өткізді. Біз 303 бақылау объектісін, соның ішінде 12 мемлекеттік орган мен олардың ведомстволарын қамтыдық. 5 өңірде кешенді тексерулер жүргіздік. Былтыр қаржылық заң бұзушылық 1 триллион 300 миллиард теңгені құраған. Бұл 2014 жылмен салыстырғанда 3 есеге артық. Мақсатты жұмсалмаған 87 миллиард теңге қазынаға қайтарылған. Осындай 100-ден астам заң бұзушылықты анықтаған есеп комитеті 40 материалды жемқорлыққа қарсы ұлттық бюроға жіберіпті. Енді бюджет ақшасын үштігейлі жоқ қылған шенеуніктер мен тергеушілер айналысу керек. Зайнор Байжігіт, Арман Данышбаев, Хабар.